Салауаттар мен игіліктер болсын. Бүгінгі жасап отқан мына 66 жылғы ағаларымыздың артындағы апайларымыздың жақсы амалдарын Алла Тағала қабыл етсін. Күндердің төресі болған жұмаларыңызды Алла Тағала қабыл етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шәрифінде Ибн Масудтан жеткен хадисте егер Аллах субханаху ва тағалаға лайықты түрде дейді тәуекел еткендер дейді құстың таңертең аш құрсағы ұшып кешке тоқ болып оралатын сияқты дейді сендерді қалай ризықтандырған сияқты Аллах Тағала да сендерді ризықтандыра береді дейді. Әр кез келген қабырлаған жәндіктің рызығын беру үшін Аллах Тағала баршамызды тәуекел етуші, қанағатшыл, шүкір етуші құлдарының қатарынан жазсын. Мына осы күнге дейін оқылған 30 пара, 114 сүре Құраннан болған 14 тилауат сәждесінен болған аяттың әрбір әріпіне Аллах Тағала осы марқұмдарға қабірінен нұрландырсын. Аллах Тағала дүниеден өткен тек қана бұлар емес, барша туған туысқандарымыздың, үлкендеріміздің, кішілеріміздің жатқан жерін жайласын. Аллах Тағала баршаларымыздың дуа тілектерімізді қабыл етсін дегім келеді. Біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардың ең қайырлысы дейді, ең пайдалы болғандары дейді. Ең пайдалы әңгіме айту. Яғни біз осындай кісілердің басы қосылған жерден кішкене бір-екі сөз айтып қаламыз кейде. Жұмаға келмейді енді. Неге сай адамдардың қазір күйдің тіршілігі бар деген сияқты. Сондықтан енді бір-екі ауыз сөз айтып ренжімеңіздер. Мына жасап жатқаныңызға амалдарыңызды Алла Тағала қабыл етсін дегім келеді. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك Қазір мен кассастарға түсіріп жатырмын, өздерің көресіңдер қайтадан. Қыздар, бері қараңдар. Бері қараңдар, қыздар екен. Ойбай көтек, ал кетті. Ұрсып жатырмын. Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Жұмайдың 4-ге орын алып жатырсыздар жан-жақтан. Мына жерде енді 83 жылы осы жерде мектепте табалдан бастап арман қуып, білім қуып кеткен жас түлектер мен қыздар мен жігіттер, міне 40 жылдық мектеп бітірген